Кеттік па? Бір жігіттің басынан өткен жағдай. Айболға баяғыда бала кезде шегол кезінде айтып бергем десең. Алматыда мен бір қызбен таныстым, аты жөнін біліп әбден қабыстым. Ойнап тұрған бір бұраң бел болған соң, әзіл сөзбен біраз сөзін қағыттым. Ойнап тұрған бір бұраң бел болған соң, әзіл сөзбен біраз сөзін қағыттым. Қара шашын тас төбеге байлаған, бейне шырақ екі көзі жайнаған. Аяғында биік өкше платформа киіп алған кала-кала қарадан. Аяғында биік өкше платформа киіп алған кала-кала қарадан. Қыздың өзі әзіл сөзге қылжықпас, мұндай қызға қандай жігіт қызықпас. Кең көшеде қол ұстасып келеміз, махаббаттың құшағында екі жас. Кең көшеде қол ұстасып келеміз, махаббаттың құшағында екі жас. Соныменен киіз үйге бет алдық, қымыз ішіп закускаға ет алдық. Қымыз ішіп дене әбден қызған соң, екеуміз де оңашаға бет алдық. Қымыз ішіп дене әбден қызған соң, екеуміз де оңашаға бет алдық. Қымыз ішіп дене әбден балқыдай, жас жүрегім аспан құшып шалқыдай. Сол уақытта артымыздан бір жігіт, қайда кетіп барасың деп шақырдай. Сол уақытта артымыздан бір жігіт, қайда кетіп барасың деп шақырдай. Мен ойладым сол жігіттің жақыны, қоштау бол деп айрылысты ақыры. Қыз деп менің құшағыма басқаным, болып шықты сол жігіттің қатыны. Қыз деп менің құшағыма басқаным, болып шықты сол жігіттің қатыны. Әшейін әзіл әңгіме ғой.